11-ші зертханалық тәжірибе тыныс алу процесін зерттеу. Бірінші бізге қажетті құрал-жабдықтар 50 мл әкті су және түтік шие қажет болады. Әкті сумен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде көзілдірік киіп алуымыз қажет. Мөлдір әкті суға түтік шиені салып, түтік арқылы үрлейміз. Қандай өзгеріс байқалғанын тәжірибе жүзінде көретін боласыздар. Біздің жаңағы ең басында, стакан басында суымыз мөлдір болып еді ғой. Яғни бізде ауамен нені шығарып жатырмыз? Көмірқышқыл газын әсерінен біздің суымыз лайланды, көрдіңіздер ме? Бұл бізде көмірқышқыл газының әсерінен болған. Реакция нәтижесінде бізде кальций карбонаты және де су түзіледі. Екінші тәжірибе айнаны қолымызға алып, оған үрлеу арқылы су тамшыларының пайда болғанын көруімізге болады. Бүгінгі зертханалық жұмыс сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Келесі сабақта кездескенше.